Барлықтарыңызға сәлем. Бұл Гринчтің екінші бөлімі. Және бастамас бұрын сіз анаға тіркеліп және лайк басуды ұмытып кетпеңіз. Ал ендеше біз бастайтын боламыз. Жүр, осы жерден кіретін боламыз. Осы жерден кіреміз. Мінекей осы жерден кіруге болады екен. Бірінші сен кір. Енді мен кірем. Макс тірісін бе? Болды. Макс, міне қара. Мен осындай сөмке әкелдім. Осыдан барлық сыйлықтарды саламыз. Ұрлап кетеміз. Қазір Аяз атаның сыйлық тастап кеткен уақыты болған шығар. Таң атайын деп жатыр ғой. Тез қимылдауымыз керек. Енді мына үйден баса берейік. Әне айттым ғой, міне Аяз ата сыйлықтар тастап кетіпті. Макс, тез сал. Неге Макс, көрдің бе? Бірінші үйден 2 сыйлық алдық. Енді келесі үйге барайық. Макс, таптым да сыйлықтарды. 3 сыйлық бар екен мынада. Не мынау, шырша ма? Мынаны қара, Макс, одан да тойламай ақ қоймады ма мына жаңа жылды? Не мынау? Жарайды, мына салайық. Дағы оянып кетпесін. Мынаны аламыз ба? Тұра берсін. Кеттік. Макс, мына қандай үлкен шырша. Кәне сыйлықтарын жиналайық. Жүр, кеттік. Мына компьютерді алайық. Осылай біз барлық үйлердің сыйлықтарын алып шықтық. Енді балалар сыйлықсыз қалатын болады. Алақай, таң атты. Енді Аяз ата қазір маған не әкелгенін көретін боламын. Неге бұл жер бос тұр? Сыйлықтар қайда кеткен? Мүмкін мына шыршаның астында шығар. Не, сыйлықтар жоқ па не? Сонда Аяз ата мені ұмытып кетті ме? Қара, Макс, біз осынша сыйлықтарды алдық. Енді өзіміз ішінде не бар екенін көреміз бе? Бізге бұл сыйлықтар мүлдем керек жоқ. Тұра берсін осы жерде. Енді біз жаман көретін жерге барып бәрін бақылайық. Әрине біз бармаймыз. Біздің роботтарымыз баратын болады. Жүр, кеттік. Мінекей, Макс, міне қара. Мен осыны жасап шығардым. Бұл не үшін керек дейсің бе? Бұл кәдімгі үй тазалайтын зат сияқты. Оған көбінесе көңіл бөлмейді. Сондықтан мен осыны жасап шықтым. Енді осыны сен білмеймін, бір бәле қылып апарасын. Содан кейін көре жатармыз. Түсініп тұрмын, сен барың келмейтінін, бірақ енді баруына тура келеді. Енді мынаны өзінің аяғы жоқ қой. Жарайды, айтқанның бәрін істейтін боламын. Мынаны апарып берім болды. Не, Макс, сау бол. Макс, қазір біз андайтын боламыз. Сендер де байқадыңдар ма?
Біздің сыйлықтарымыздың ешқайсысы жоқ. Бүгін таңда тұрсақ, сыйлықтарымыз мүлдем жоқ. Тіпті менің шыршам да жоғалып кетті. Иә, мен де соны байқадым. Мен Аяз-ата арнап үлкен шырша және Аяз-ата тәттілер қойып едім. Менің шыршамда ойыншықтар да жоқ. Және Аяз-ата қалдырған тәттілерімнің ешқайсысы жоқ. Маған мүлдем сыйлық қалдырмаған. Мүмкін биыл бізді Аяз-ата ұмытып кеткен шығар. Аяз-ата бізді ұмытып кетуі мүмкін емес. Неге олай ойлайсыз? Біздің сыйлықтарымызда ешқайсысы жоқ қой. Өйткені Аяз-ата негізі бізді ұмытпаған секілді. Ол сыйлықтардың жоғалуына бір ғана адам кінәлі. Адам емес бірақ ол. Кім? Сол баяғы Гринч. Бүгін соның үйіне барып, сол сыйлықтарымызды алып қайтуымыз керек. Ол біздің сыйлықтарымызды тығып отыр. Бірақ сіз не үшін барлығына Гринчті кінәлай бересіз? Себебі ол осындай заттарды істейді. Ол әрдайым жаңа жылды құттықтағысы келеді. Бірақ сіз оны сәл бір нәрсе болса Гринчті кінәлай бересіз ғой. Мүмкін ол болмаса ше? Міндетті түрде сол болады. Сен кете бер болмаса. Иә, ол Гринч болуы мүмкін. Оның көзі мәңгілікке құрту керек. Жоқ, олай болмайды. Неше олай болмайды? Егер біз Гринчті қуып жібердік, енді оның көзін құртамыз ба? Құртуымыз керек. Себебі ол біздің барлық сыйлықтарымызды алып қойған. Сол сыйлыққа бола Гринчті құртпайтын шығармыз. Сен тыныш отыр. Енді Гринчтің үйіне барайық. Топ болып. Жоқ, олай болмайды. Неше олай болмайды? Себебі біз Гринчтің үйіне топ болып баратын болса, ол қорқып қалады. Ол қорқып қалады, Гринч ешқашан қорқпайды. Ол құбыж жоқ. Сол құбыжықтар ешқашан қорқпайды. Әсіресе адамдардан. Сен үйіне қайта берсең болады, қалғандарымыз қаламыз. Ал енді Гринчтің үйіне топ болып жиналып барайық. Және өз сыйлықтарымызды алып қайтайық. Макс, біз тез ана сыйлықтардан құтылуымыз керек. Олар біздің үйге келе жатыр. Біліп тұрмын, қайда құртатынымызды білмейміз. Бірақ осы сыйлықтардан құтылу керек. Немесе мына бөлмені жақсылап кілттеп қою керек. Бір нәрсе істеуіміз керек. Көрдіңдер ме, енді біз Гринчтің көзін құртуға толықтай дайынбыз. Қанеке, енді Гринчтің үйіне барайық. Тоқтаңдар. Неше сен де Гринчтің суретін сызып алып, оны үйіне барайын деп жатсыңдар. Сен кішкентай қыз, үлкендердің жұмысына араласпа. Үйіне бар одан да. Мен сендердің не істеп жүргендеріңді айтамын. Кімге айтасың? Патшайымға айтамын. Ол еш нәрсе істей алмайды, ол Гринчтен құтыла алмай жүрген адам. Ал енді үйіне бар одан да сен. Алып кетіңдерші біреуін. Апар үйіне. Ал енді кеттік. Міне қара, біз барлық жерде бекіткен сияқтымыз. Енді олардың кіретін жері жоқ сияқты.
мына сыйлықтарға сыйлықтар жаққа мен осы